Аллажан, осы бергеннен тайма, ес білгеннен шаруада келе жатырмыз. Марқұм отағасым екеуміздің жиған тергенімізді қолданып, ізімізді жалғар ұлдарым, келіндерім баршылық. Қырдағы үйде де, қаладағы үйде де бабын келтіріп отырған мына Айнагүлім бір төбе. Шүкір Аллаға. Айнагүл тоңып қалған жоқсың ба? Бұталарыңды қайырсып қамасуға көмекке келіп едім. Енау, неге әуре болып келдіңіз? Аяғыңыз шаршап қалды ғой. Міне атқа мініп, үйге бара беріңіз. Айтуар шығып атты жайғар. Мен өзім қора жақты жайғасырып барам ғой. Сәлем бердік. Амансың ба, көріш, кел төрлет. Қожайын соң ғой, апа. Шаруаның ба реттеп атқан үйде келініңіз бар. Алла шүкір, берген таусылмас. Өзіңіз де қара жаяу емессіз. Мынандай қылып істеп жатырсыз. Апа, осы келініңіз пысық-ау деймін. Қырдағы шаруаны да, үйдегі шаруаны да, барлығында реттеп, баланы да қарап, оны да үлгеріп атыр. Инстаграмға да үлгеріп, өзінің ісінің бәрін Инстаграмға да түсіріп үлгеріп атыр. Айнагүлдің 3-4 видеосы мұна неде, міне қараңыз, апа. Қайсы? Міне, мен көріп отырмын күнде Инстаграмнан, міне. Қайсы? Өкір ел көріп отыр. Ал жақсы, апа, мен жүрейін. Ал жақсы онда. Жақсы сау бол, келіп тұр. Құрметті оқырмандар, мен бүгін енемнің үйрету бойынша қолдан торт балқаймақ жасадым. Келін, сен есті дегенді қой. Көз бар, сөз бар, шаруаңнан қалдырады. Мына құрақты ал, мен Аташтағы тойға барам. Содан кешке қонағымыз бар. Сен алған алтын алқаңа құтты болсын айтып келмекші. Күйеу балдарым, қыз келіндерім, көршілерім келеді. Соған асыңды әзірлеп, тамағыңды пісіріп қой. Ал жақсы, мен кеттім. Мен бүгін қаттырақ келінім айтып едім. Сөйтсем келінім ұлттық тағамды салып, өз ұқсаған жастарға үйретіп жүр екен. Бұл сауапты іс. Елдің алғысын алған келін жаман болмас. Мен батамды бердім. Келіні жақсының керегесі алтын деген саналы келіннен айналайын.